сіздердің бір кеңдіктеріңіз болады, мүмкін тақырыпты кеңейтулеріңіз әр саланың адамдарын тартып отырсыздар. Мұғалімнен бастап, жаңағы сол салаға докторанттарға дейінгі. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Қайырлы күн. Бүгін Ақжол партиясының алаңына біздің алаштанушы ғалымдарымыз Дихан Қамзабекұлы, Жұмағұл Сағынбай Ботпайұлы келіп отыр. Жай келіп отырған жоқ. Біздің Ақжол партиясының дәстүрлі түрде биыл өтіп жатқан 13-ші Алаштың Ақжолы жас ғалымдардың арасындағы байқауға төреші болып келіп отыр. Қош келдіңіздер. Жәке, енді мынау жалпы осы Алаш тақырыбын біздің Ақжол партиясының бағдарламасы ретінде таңдаған күннен бастап жалпы осы Алаш мұрасын дәріптеуде, оның ішінде осы жас ғалымдардың арасында Алаштың Ақжолы байқауын өткізуге атсалысып келе жатқан, төрешілік жасап келе жатқан, қамқоршылық жасап келе жатқан осы ғалымдарымыз бүгін мынау Алаш күні деп айтамыз. Алаш күні құтты болсын, Алаш жасай берсін. Осы 13-ші желтоқсан бүгінгі күні осы кезекті байқау өзінің мәресіне жетті. Жас ғалымдарды жаңа тыңдап, саралап, бағасын бердіңіздер. Енді сұрақ сіздерге. Осы Алаштың Ақжолы байқауының бірінші күнінен бастап қатысып келе жатсыздар. Жалпы жастардың бүгінгі Алаш еңбектері мынау қалай эволюциядан өтіп жатыр? Білім деңгейі, сапасы, бүгінгі жалпы бағыты, бағдары, болашақта жалпы осы Алаш тақырыбын қай мәселеге қарай? Мысалы, кейбіреулер практикалық, қолданбалы Алаш мұрасының, Алаш ғалымдарының зерттеулерін бүгінгі экономикаға, бүгінгі өмірге қолдану туралы әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Осының бүгін қорытынды бір бағасын бере кетсеңіздер. Сөз сіздерде. Рахмет. Шынында да бұл үшін, біз үшін Ақжол партиясының осы жобаны үзіліссіз кезең-кезеңмен сабақтастырып өткізіп жатқаны қуантады. 13-ші мәрте өтіп жатыр екен. Мен енді 13-шына да қатыстым. Айтатын болсақ, шында да жастардың жақсы өсіп келе жатқанын байқаймыз. Бұл неден көрінеді? Бірінші, әрине, тақырып таңдауларынан, екінші, бүгінгі заманмен байланыстыра алуынан. Азат Тұрлыбекұлы әрқашан қорытындылаған кезде ылғи жастарға айтып жататын, бүгінгі заманмен байланыстырған дүние бұл Алаштың танымалдылығын арттыратыны жөнінде. Бүгін енді қарап отырсақ, бүгінгі осы байқауға қатысқан бірнеше кезеңдерден өтті. Бірнеше зерттеулер шында да біздің ғалымдардың әлі назары аумаған, кейбір мәселелерді әлі кең кешенді түрде зерттеудің қажет ететін тақырыптар көрінді. Мысалы, бүгін жақсы бағаланған, мынау өзі Алаш кезеңде Чехословак қозғалысы деп айтылады, чехтардың қозғалысы деп айтылады. Мынау Ресей мен біздің қазақ жерінің ортасында болған, біраз еңбектерде көрініс тапқан баспасөзде соған байланысты жақсы зерттеулер бар. Соның ішінде сол қозғалысқа қатысып, соны өз көзімен көрген азаматтың кейін бір кітап жариялаған екен, соны да көрсетіп жатыр. Екінші бір дүние бізге ұнағаны, әрине, мынау Түркістан Республикасы, Қазақстан, Түркістан деп айтамыз. Түркістан Республикасындағы тұлғалар, кезіндегі Ахмет Заки Валиди мен байланыста болған Серікбай Ағайұлы дейтін мықты азамат бар. Соған байланысты тың деректер, оның фотосуреттері, оның айналасы, Алаш зиялыларымен туыстық қарым-қатынасы, тіпті тарыдай шашылып кеткен Алаш ұрпақтарының бүгінгі жас буынның арасындағы байланыстарға дейін зерттеп отыр. Үшінші бір бағыт енді бізде әдетте аз зерттелінеді. Ол экономика мен Алаш тақырыбы, қазіргі IT дейміз, қазіргі ақпарат жүйелерімен, сонымен бірге тіпті қазіргі кейбір жаңа медиа дейміз, соған байланысты арадағы Алашты қалай танымалдандырамыз. Осы бағытта бірсыпыра зерттеулер көрініс тапты. Мысалы, TikTokта Алаш тұлғаларын қалай көрсетеміз, немесе Алаштың дәйек сөздерін жаңа білім жүйесінде қалай оны жеткізуге болады деген тақырыптар мұғалімдер баяндама жасады, және жақсы да бағаланды, осы дүние ұнады. Тұтастай алғанда
13 жылғы байқаудың нәтижесі жастар, бүгінгі жастар Алашпен байып келе жатыр. Алашпен өзінің көзқарасын, танымын тереңдетіп жатыр. Сонымен бірге бүгінгі таңдап алған мамандықтармен байланыста қарай алатындығын көрсетті. Рахмет. Бүгін расында да өзіңіз айтқандай тіптен Алаш пен TikTok деген де тақырып шығып жатыр. Енді оған бұл бүгінгі күннің реалии жаңа шындығы, бүгінгі расында да кітап оқымаған адамның өзі жаңағы TikTokты қарайды. Соған байланысты Сағынбай Ботбайұлы, мынау жастардың осы соңғы байқауларда пайда болған осындай бетбұрыс дейміз бе, бір жаңа тың тақырыпқа расымен де осы Алашты дәріптеудің бір тың жолы ма деп кейде сондай ойланып та қаламыз. Дұрыс айтасыз. Жалпы мынау енді бүгінгі таңда компаративистикаға қарай ден қойсақ, өйткені байқасақ, соңғы осы 13 жылдағы осы партияның атқарып келе жатқан іс-шарасындағы үлкен бір байқалатын бір ерекше факт ол біздің осы байқауға қатысушылардың шет тілін білуі. Бүгінгі байқауда да міне ағылшын тілін білуі, француз тілін білуі және тікелей дерек көздерімен жұмыс істеуі қуантады. Демек, жастар, бүгінгі жастар енді олар креативті, олардың өзінің харизмасы бар. Міне осы әсіресе тіл білуден айқын аңғарылады. Одан кейін бір екінші мәселе ғылыми зерттеу мәселесіндегі ғылыми методологиялық мәселелер. Оларда да енді барынша ұштап келеді, дәйекті, дәлелді қорыту, жүйелеу, саралау, интерпретациялау. Сондықтан да біздегі енді алдағы осы Алаштың ақ жолы байқауында бір болашақ бағыттың бірі осы алаштанудың ғылыми методологиялық мәселелері, осында бір жинақтап алатын кез келген сияқты. Өйткені енді мысалы осы бағыт қандай, бағдар қарай қандай, жалпы тек қана әдебиеттану емес, басқа пәндермен синергетикалық сабақтастықта осы қандай бағыт бар, қалай тереңдету керек деген сияқты мәселелерді айқындайтын. Ал тұтастай алғанда байқау шын мәнінде осы жастарға жол ашып отыр. Олардың рухани да, материалдық та қолдау ғой енді. Сондықтан да өте мықты жастардың жарқырап шығып отқаны бізді қуантады. Әсіресе ерекше екпін жасайтыны мына архив деректерін айналымға енгізу және сол тікелей түпнұсқадағы еңбектермен жұмыс істеу. Мысалы, француз деректері, ағылшын деректері, ана бір жерлерді білесіз ғой, неміс Германияда жарық көрген еңбектердің жарыққа шығуы. Сондықтан да бүгінгі әсіресе Чехословакиямен, енді Европамен біз әдеби байланысты интеграцияны жақсы білеміз де, шын мәнінде оның беймәлім тұстары өте көп екен. Мені осы қадамдар қуантады. Рахмет. Мынау Алаш тақырыбын алғаш бастап біздегі елге танымал еткен біздің үлкен аға буын ғалымдарымыз бар. Сол ғалымдарменен бүгінгі мынау жаңа ғана көз алдарыңызда өздерінің еңбектерін қорғаған жастардың бүгінде мысалы айырмашылық деп айтуға келмейді. Мына біз жастардың арасындағы осы байқауды өткізгендегі бір мақсатымыз бізге Алашқа деген тың көзқарас туғызу еді. Сондай бір айырмашылық байқадыңыздар ма? Әрине, ол бүгінгі жастар енді бізге не керек деп жаңағы біздің кейбір қатысушылар айтып жатыр, альфа ұрпақ дейміз, бүгін Z ұрпақ дейді, соларға талғамы қандай деп те ойланып жатыр. Екінші жағдай өзі қазір жаңа әлемдік ықпалдастыру, интеграция жүріп жатыр ғой. Біздің балаларымыз қазір жастарымыз шетелде оқып келіп жатыр, әлемдік әдебиеттерді қарап жатыр, ағылшын тілді ғылыми әдебиеттер деген сондайдың әсері байқалады. Сонымен бірге бүгін сынды айтылды жастардың кейбір мәселесінде, ол сауаттылық мәселесінде, дәйектілік, дәйек сөздерді дұрыс пайдалану, ғылыми аппарат дейді, соған байланысты ойлар айтылды. Бұл енді екі жақты да қарап отырып, соның елеп отырып, бұларға да біз қатысты, бүгін оларға да пайдасына тиетін, пайдаға жүзеге асыратын, өздерінің ойларына ой салатын дүниелер есептелді деп ойлаймын. Біз әдебиеттерге қараған дүниелерін қарап отырмыз, әрине аға буынды қарайды. Бұлардың әр кезеңнің өзінің алдында міндет бар, сол міндетті олар орындады. Екінші бір жағдай, сіздердің бір кеңдіктеріңіз болады, мүмкін тақырыпты кеңейтулеріңіз, әр саланың адамдарын тартып отырсыздар. Мұғалімнен бастап, жаңағы сол салаға докторанттарға дейінгі. Бұл да көрініс табады. Мысалы, мұғалім, ол өз мұғалім енді практикалық мәселелерді қарайды. Ал енді ғылыми бағытты докторанттар, бұл ғылымға енді төселіп келе жатқан азаматтар. Жаңа қорытынды жиынында да түрлі ой айтып жатыр. Жастарда өзінің пікірін жаңа ашық
үстөл, ашық дөңгелек үстөл секілді сондай бір сұхбат болып қалды. Аға буын да оларға сын ескертпесін айтып, олар да өздерінің ойларын айтып жатыр, содан бір ортақ бір шындық шығады ғой деп есептеймін. Рахмет, құрметті Дихан Хамзабекұлы, Сағынбай Ботбайұлы, бүгін демалыс күнге қарамастан таңғы сағат 9-да міне 5 сағатқа таяп қалды. Жұмыс істедіңіздер. Алаш күні құтты болсын, сіздерге көп рахмет. Алаш арыстарының аруақтары желеп жүрсін сіздерді, сіздерге денсаулық тілеймін, көп рахмет сіздерге. Рахмет. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз?